Жастар тележобасының бүгінгі қонақтары. Наурыз мерекесі қарсаңында ерекше қонақтарымыз Әбіш оқулар байқауының аудандық және облыстық кезеңінің жеңімпаздары. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласында өткен республикалық Әбіш оқулар байқауының екінші орын иегерлері. Қазақтың үш биі дала данышпандары атты байқаудан аудандық, облыстық кезеңдердің бас жүлде иеленіп, Түркістан облысында өткен республикалық кемелді кеңестің кемеңгер үш би атты байқаудың бас жүлде иегерлері. Ұлттық құндылығымызды дәріптеп жүрген ерекше дарынды оқушыларымыз туралы не білеміз? Жұмабаев Әли, Полатов Айбек. Армысыздар, құрметті көрермендер. Қайырлы күн, жаны жайсаң, пейілі дархан жандар. Өздеріңізбен қауышқанымызға қуаныштымыз. Сіздермен бірге Жастар тележобасы. Ал ендеше экраннан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Мектебіміздің мақтаныштары, өнерлерде дарынды оқушыларымыз Айбек пен Әлиді ортамызға шақырып, жақынырақ танысайық. Қазақ халқының төл өнері, асыл қазынасы, қара қылды қақ жарған дала заңдарының жинағын жасап кеткен. Ұлы дала тарихы мен сан ғасырлық шежіресі бар кемеңгер үш биімізді дәріптеп, Қазақстанның түкпір-түкпіріне паш етіп жүрген Айбек пен Әли ортамызда. Құрметті Айбек, Әли, бүгінгі біздің бағдарламамызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Жалпы сіздердің өнерге деген қызығушылықтарыңыз қай жастарыңыздан басталды? Жалпы өнерге деген қызығушылық 15 жастан басталды. Оған бірден бір себепкер біздің өзіміздің мектебіміздің қазақ тілі және қазақ әдебиеті мұғалімі Ләйлә апайымыз. Сол кісіге көптен көп рахмет айтамыз. Тамаша, рахмет. Келесі сұраққа көшетін болсақ, 8 қырлы бір сырлы екендеріңізді білеміз. Бірақ бұдан басқа қандай хоббиларыңыз бар? Мен бос уақытымда шахмат ойнағанды, және де футбол ойнағанды, және де мат сауаттылық есептерін шығарғанды жақсы көремін. Тамаша, Айбек сіз? Мен өзім жалғыз қалғанда домбыра тартқанды, және де саяси кітаптарды оқыған жақсы көремін. Қазақ әдебиетінің майталмандарының өмір баяндарын оқығанды өте қатты жақсы көремін. Тамаша. Келесі сұраққа көшетін болсақ, жалпы қандай ақын жазушыларды сүйіп оқисыздар? Жалпы мен өзім айта кетсем, өзім Ұлы Абайды және де оның немере інісі Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармаларын, өлеңдерін сүйіп оқимын. Тамаша. Менің сүйіп оқитын жазушыларым ол Әбіш Кекілбаев және де Мұқағали Мақатаев. Өздеріңіздің болашаққа қойған мақсаттарыңыз туралы қысқаша айта кетсеңіздер. Болашаққа қойған мақсаттарымыз өте көп. Соның біреуі өзім өнер академиясына түскім келеді, және де болашақта Қазақстанның емес, әлемнің мықты режиссері болғым келеді. Тамаша, рахмет. Арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Әли, сіздің қандай жоспарларыңыз бар? 11-ші сыныпты бітіріп, жоғары оқу орнына түсіп, ата-анамыздың үмітін ақтағым келеді. Тамаша, рахмет. Осымен біздің сұрақтарымыз аяқталды. Алайда біздің бағдарламамыздың дәстүрі бойынша сіздерден қонақ кәде сұраймыз. Бағана айтып өткендей, өзім Ұлы Абайдың өлеңдерін сүйіп оқимын, және де соның арасынан өзіме ең жақыны бір өлеңді айтып берсем. Әрине. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барда ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тіл орамда, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл өлеңнен мен өлеңге деген өзімнің махаббатымды аштым. Тамаша, керемет. Әли, сіздің қандай өнеріңіз бар? Жаңа өздеріңіз айтып өткендей, біздің үш би республикадан бас жүлде алған көрінісіміздің таныстыруының бір шумағын айтып берсем. Сөз деген құндылықтың бір емес пе, түсінсең ол бәрінен ірі емес пе. Қиыннан қиыстырып сөз табу да шешендік өнерінің бір емес пе. Уай игі жақсылар, төтөбенің басында күнде жиналып, бабамыздан келе жатқан Есім ханның ескі жолымен Қасым ханның қасқа жолын жаңартып, кем-кетігін толтырып, шешімі қиын дауларға жөнімен шешім шығаратын кез келді. Ақылдаса отырып, пішілген тон келте болмас дегендей, қара қылды қақ жарған шешімдеріңді айта отырып, жеті жарғыны жазуға ат салысқандарыңды жөн көріп отырмын. Ал Айтеке биім, жасың кіші болса да, аузың дуалы, өзің баста.
Уа жаны жайсаң жұртым, бүгінгі кемелді кеңесте елдің жайын түзейтін, бағдарын айқындайтын, алдымен саралы сөз саптайық. Өте керемет. Жалпы сіздерге, бізге қонақ болып келгендеріңізге, алтындай уақыттарыңызды бөліп, бізді сыйлап, осы жерге құрметтеп келіп отырғандарыңызға көптен көп алғыс айтамыз. Осымен біздің жастар тележобасы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.